gördüm. Жалғыз жарым болмаса, анда санда алыс жақын қазақтың бәрін көрдім. Жалғыз жарым болмаса, анда санда Ялдырған аяғым көп шалдырған, өлді деуге сыяма, ойлаңдаршы өлмей тоғын артына сөз қалдырған. Өлді деуге сыяма, ойлаңдаршы сөз қалдырған. Бүгінгі мен бір жұмбақ адамын байқауына келген қатысушылармен таныс болайық. Серікбол Жорғау, Ботақарауы. Адыканова Аяулым, Байқадам ауылы. Айтмұхамбетова Мөлдір, Ботақара кенті. Сәлімгерей Хауария, Тоғызқұдық ауылы. Жақсыбек Фариза, Петровка ауылы. Сармантаева Алтышаш, Керней ауылы. Хумар Гүлфаруза, Қызылжар ауылы. Сайлау Гүлжаухар, Көкпекті ауылы. Нұрғалиева Бақытгүл, Көкпекті ауылы. Жүнісов Жанат, Ботақара кенті. Бүгінгі мен бір жұмбақ адамы байқауының ережесімен таныстырып өтейік. Байқау 3 кезеңнен тұрады. Бірінші кезеңде Абай Құнанбайұлының өмірі мен шығармашылығы туралы 15 сұрақ қойылады. Экранда көріп отырғандарыңыздай әртүрлі сандары бар яшықтар орналасқан. Яшық нөмірі жоғары болған сайын сұрақтар күрделене түседі. Егер қатысушы таппаған жағдайда басқа қатысушы қолындағы белгіні көтеріп, рұқсат берген жағдайда ғана жауабын айта алады. Берген жауаптарыңыз бен яшық нөмірлеріңізге байланысты сіздерге жетон табыстап отырамын. Сол арқылы ұпай есептеледі. Қатысушыда ұпай болмаған жағдайда екінші кезеңге өтпейді. Екінші кезеңде ақынға байланысты қиын сұрақтар әзірленген. Әрбір жауапқа 100 балдан беріледі. Үшінші кезеңде өлең жолдары түсіп қалған сөздердің дұрыс табу керек. Ал енді байқаумызды бастаймыз. Табиғат лирикасы ішінде ең алғашқы жазған өлеңі. Берген жағдайда ғана басқа қатысушылар қолындағы белгіні көтеріп дұрыс жауапты айта алады. Сіздің жауабыңыз бар ма? Жазылып тұр. Қате. Қай жылы жазылды білесіз?
Қай қатысушы бірінші көтерді? Үшінші қатысу бірінші көтерді. Үшінші қатысушы сіз көтердіңіз бе? Өлер табиғат адам емес. Жоқ, ол жылдау. Дұрыс емес. Екінші ойыншы. Жазу өлеңі бірінші Жылын айтып кетсін. Дұрыс жауап. 30 ұпай. Жаз өлеңі 1886 жылы. Келесі қатысушы 30-дың 5-шісі. Семейдегі қай медреседен 3 жыл білім алды? Риза медресесі. Дұрыс. Мөлдір 40-дың 5-шісі. 40-дың 5-шісі. Абай ділдәме. Сайысымыздың екінші кезеңіне өткен қатысушыларға құттықтар, сәттілік тілейміз. 100-дың 1-шісі. Ақынның ең алғаш жазған үлкен шығармасы. 10 жасында жазған. Қансыларда. Жауабы дұрыс. Екінші бізде 6-шы шапай. Жоқ, 6-шы шапайдың ұпайы 70 ұпай. Екіншісі жаңа. 100-дың 2-шісі. Еркежан Абайдың әмеңгерлік жолмен үйленген әйелі. Ол Абайдың қай інісі қайтыс болғаннан кейін алды? Еркежан Оспан деген інісінің әйелі болатын. Оспан қайтыс болғаннан кейін әмеңгерлік жолымен Еркежан үйленеді. Жауабы дұрыс. Келесі бізде қатысушы. Фариса. 100-дың 4-шісі. Алдамаған кім қалды тірі жанда, алыс жақын қазақтың бәрін көрдім, жалғыз жарым болмаса анда-санда. Алыс жақын қазақтың бәрін көрдім, жалғыз жарым болмаса анда-санда.